Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз 686 есепті шығаратын боламыз. Бұл жерде пальтоның бағасы 17 000 теңге. Қыс айларында пальтоның бағасы алғашқы бағасының 10-нан 1-не қымбаттады. Көктемде пальтоның бағасы оның соңғы бағасының 10-нан 1-не арзандады. Көктемде пальтоның бағасы неше теңге болды? Біз пальтоның қымбаттаған бағасын табу үшін 17 000-ді 10-нан 1-ге көбейтуіміз керек. 17 000-ді көбейтеміз 10-нан 1-ге. Мына 0 мен 0-ды қысқартып тастаймыз. Сонда 1700 шығады. Енді мына 17 000-ге 1700-ді қосып қымбаттаған бағасын тауып аламыз. Қосу 1700. Сонда 18700 шығады. Ал енді біз пальтоның арзандаған бағасын табу үшін 18700-ді 10-нан 1-ге көбейтуіміз керек. 0 мен 0 қысқарады. Сонда 1870 шығады. Енді біз 18700-ден мына 1870-ті азайтамыз. 1870-ті азайтамыз. Сонда бізде 16830 шығады. Сонда бізде пальтоның қымбаттаған бағасы 18700, ал арзандаған бағасы 16830 екен.